2024 жылы 1 қаңтардан бастап Қазақстанның барлық балаларына жыл сайын ұлттық қордың инвестициялық кірісінің 50% мөлшері есептелетін болады. Мұның не екенін және қалай жұмыс істейтінін талқылап көрейік. Ата-аналарға ешқандай құжат жинаудың, шот ашудың, қандай да бір ведомстволарға, оның ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына барудың қажеті жоқ екенін бірден ескерткіміз келеді. Қазір ата-аналар үшін маңыздысы кәмелетке толмаған балаларыңыздың жеке сәйкестендіру нөмірін егов.kz порталында болуын және оның дұрыстығын тексеру. Жоба мемлекеттік органдардың деректер базасынан алынған мәліметтер негізінде автоматты режимінде жүзеге асырылатын болады. Сонымен бұл қандай бағдарлама? Ұлттық қор балаларға жобасы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жүзеге асырылуда. Жыл сайын ұлттық қордың ақш долларындағы инвестициялық кірісінің жартысы жасына қарамастан жалпы балалар санына бірдей бөлінеді. Бұл бағдарламаға қатысушы әрбір баланың нысаналы талаптар болады. Балаларға есептелетін сома жыл сайын инвестицияланады. Оларға қосымша инвестициялық кіріс есептелетін болады. Нысаналы талаптар мен инвестициялық кіріс кәмелетке толғанға дейін мерзімнен бұрын алу құқығысыз есептеледі. 18 жасқа толғаннан кейін әрбір бала жинақталған қаражатын білім алуға немесе тұрғын үй жағдайын жақсартуға пайдалана алады. Бала 18 жасқа толғанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында нысаналы жинақтау шоты ашылады. Бұл шоттағы қаражатты білім алуға немесе тұрғын үй жағдайын жақсартуға уәкілетті операторлар арқылы пайдалануға болады. Олар Қазпошта және екінші деңгейдегі банктер. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры алушылардың уәкілетті операторда ашылған банктік шотына нысаналы жинақтар төлемін ақш долларымен жүзеге асыратын болады. Уәкілетті оператордан төлемдер алу сол сәттегі валюта бағамы бойынша теңгемен жүзеге асырылады. Маңызды ескерту, баланың бағдарламаға қатысушы екендігі туралы ақпаратты заңды өкілдер егов.kz порталындағы жеке кабинетінен ала алады. Сондай-ақ бағдарлама бойынша тұрақты түрде жасалып отыратын есептер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының EMPF.kz ресми сайтында орналастырылады.